Бисмилля, ассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін кезекті подкастымыз, тақырыбымыз уақыт, оның маңыздылығы және шариғаттағы орны. Бүгін біздің қонақта ұстазымыз Ахлиддин Асқар Мирсаидұлы және де Ержан Бақытжанұлы. Қош келдіңіздер. Алла разы болсын баршамыздан. Бүгін тақырыбымыз осы уақыттың маңыздылығына тоқталатын боламыз. Ең бірінші сұрағымыз, ұстаз, сізге. Жалпы бұл уақыт дегеніміз не? Оның сөздік мағынасына, шариғаттағы мағынасына бір тоқталып өтсек. Бисмилля, альхамдулилля, Аллаға мадақ болсын, пайғамбарымызға салауат болсын. Бұл уақыт деген тоқтату, қоршау деген мағынаны білдіреді, сөздің мағынасы. Ал шариғатта Алла жолына мал мүлкін садақа етіп беру. Ол сатылмайды, ол мұра қалдырылмайды, тек қана Алла жолында пайдасын игілігіне берілетін деп айтылады. Бұл уақыф садақатун жария дейді, артынан тоқтамай барып тұратын амалдарға жатады. Себебі қазіргі қоғамда мынау Араб елінде, Түрк еліндердегі ол уақыфтар көп, түрі бар. Ал бұл себебі бұл дінге, білімге, денсаулыққа қатысты уақыфтар бар. Сол себептен бұны тоқтамай барып тұратын, адам баласы бұл дүниеден өтіп кетсе де, артынан тоқтамай барып тұратын сауапты амалдарға жатады. Соның бірі мынау Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисіне келеді. 3 амал адам қайтқан екен артынан еріп барады. Оның екеуі кері қайтады, біреу өзімен қалады дейді. Ол уаладун салих деп келеді, екіншісі бұл дүниеде жақсы амал жасап кеткен болса, бір Құдай жолына бір істер істеп кеткен болса, оның артынан тоқтамай салып барып тұрады дейді. Соған жатады иншалла. Яғни уақыт дегеніміз бұлай қарапайым тілмен айтқан кезде садақа деген мағынаны білдіреді, садақа ғой. Садақаның бір түрі. Енді Ержан ұстаз, дәл осы орайда уақыт егер садақа болатын болса, біз оны неге садақа деп айта бермейміз, неге оны бөлек уақыт деп айтамыз? Яғни сұрағымыз, уақыт пенен садақаның және сондай-ақ зекеттің бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Бисмилля, альхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Енді жалпы біздің дінімізде мұсылман адамның өзінің мүлкінде болған ол ақша болсын, басқалай мүліктерді Алла жолында мұқтаждарға беру өте сауапты іс болып табылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің көптеген хадистерінде бұл садақаның артықшылығын баян еткен. Садақа ол алдағы келетін бәле-жаланы қайтарады дейді. Алла тағала өзінің кітабы Құран кәрімде де көптеген аяттарда мұсылмандарға, мұқтаждарға өзінің нәсіп еткен ризығынан, Алла нәсіп етті ғой енді бізге ризықты, сол ризықтан бөлуді, беруді өсиет қылды. Енді бұл сол өсиет қылған садақалар бұлар бөлінеді. Ең біріншісі ол зекет. Зекет бұл мал мүлкі нисап мөлшеріне жеткен кісі, егер сол мал мүлкі 1 жылға толса, одан белгілі бір бөлігін Алла жолында Құран кәрімде аталған санаттағы адамдарға береді. Мұқтаждар, жетімдер, жесірлер, жолда қалып қойғандар, Алла жолында жүргендер деген секілді. Бұл зекеттің ерекшелігі бұл жылына бір рет берілетін құлшылық. Яғни садақа болып табылады, бір жағынан құлшылық. Ал енді екінші түрі бар, бұл садақа. Садақада бөлінеді, бұл пітір садақасы және нәпіл садақасы болып. Пітір садақасы болып Рамазан айында берілетін болса, ал нәпіл садақалар ол жыл 12 ай беріле береді. Оның белгіленген бір уақыты жоқ. Кез келген қолынан келетін соманы мұқтаждарға бересің. Белгілі бір жаңа зекет секілді шектелген сомасы жоқ. Бұл енді нәпіл садақалар, одан кейін пітір садақасы деген бар, және зекет бар. Енді осының тұсында біздің тақырыбымызға арқау болған уақыт деген дүние бар. Уақыт ол Алла жолында белгілі бір нәрсені бағыштау. Және ол бағышталған нәрсе, ол ғимарат бола ма, мешіт бола ма, медресе бола ма, қонақ үй бола ма, ол ешқандай сатылмайды да, ол басқа біреуге сыйланбайды. Бұл Алла жолында берілетін нәрсе. Немесе ол жер болуы мүмкін, егістік жер болуы мүмкін деген секілді. Бұл ерекшелігі
бұның сауабы тоқтамайды, және бұл өзгеге берілмейді. Тек Алланың мүлкінде тұратын нәрсе. Сондықтан зекет пен уақыптың айырмашылығы, зекет жылына бір рет берілетін болса, ал уақыф ол Алла жолында түгелдей бағышталатын нәрсе. Ол жаңағы айтып өткендей, ол мешіт медресе болуы мүмкін, немесе халықтың игілігіне пайдаланатын бір ғимарат болуы мүмкін. Яғни былайынша айтқан кезде зекет деген ол Алланың бұйрығы, парыз етілген амал, ал уақыф деген ол садақаның ішінде, яғни ерікті түрде. Біздің мазхабымызда ол мандуб амал болып саналады, яғни құлшындырған жасауға, жақсы көрілген амал, рұқсат амал. Енді көбіне бұны шамасы жеткен кісілер жасайды. Яғни бұл мәндуб амал болғандығы оның сауабының аздығын білдірмейді. Яғни осы орайда осы уақып етудің, мал мүлікті, бір дүниені уақып етудің сауабы, сол сауабына тоқталып өтсек, оның сауабы қаншалықты аятта, хадистерде бұған байланысты не деп айтылады? Енді бұл уақыфтағы садақаны айтамыз ғой, садақаның түрі бар деп және Ержан ұстаз айтып кетті. Бұл уақыф садақаның төресі деп келеді. Себебі неге? Ол тоқтамай, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. Себебі сол жолда анау уақыфта бар ғой, ең қашан басталды дейтін болсақ, анау пайғамбар саллаллаху алейхи кезінде, бұл Хазірет Омардың кезіндегі басталған зат қой. Хайбар соғысында ең бір жерді иемденеді, сол кезде айтады, Алланың елшісі, мен өмірімде көрмеген сондай бір жер алқабына иелендім, не істейін деген кезде, бұны садақа етті, пайдасын ұстап қал дейді. Алла жолына берді, пайдасын ұстап қал дейді. Ол қалай дегенде, оны пайдаланады, іске асырады, оны одан түскен ол жерде құрма болсын, егістік болсын, оның не істейді? Құдай жолына таратып отыратын болған. Пайдасы енді ол тоқтамай барып тұратын амал. Анау хадисте келеді ғой. Анау үш амал бар дейді ғой, соны бір уаладун салих деп келеді ғой. Егер ұрпақ сауапты амалдар жасай беретін болса, әкесінің күнәларын кешіруін тілей беретін болса, оны тоқтамай сауап барып тұрады дейді. Бір ұрпақтың жасағаны ол. Кейде ол ұмытып кетеді, кейде ұмытылмайды мысалы. Ал Құдай жолына беріліп қойған зат ол тоқтамай барып тұрылатын зат қой. Мысалы мешіт уақып етіліп жатыр. Мысалы Алла жолында соғылып жатқан мешіттер бар, медреселер бар. Қазіргі кездегі нені айтып кетсек болады, Нұр-Мүбарак университеті бар, қариялар Құран курсы бар, медреселер бар. Соған Алла жолында өз мүлкінен қосып не қылу бар. Енді бұл Алламен келісімге жатады ғой. Егер Алламен келісіп, мен осы табысымның 5%-ын немесе 10%-ын не істеймін? Алла жолына деп уже шегеріп қойса бітті. Ол мен не істейді? Тоқтамай сауап кете береді. Мысыр еліндегі бір не бар ғой, бір әртүрлі бір қиссалар болып келеді. 4 кәсіпкер болып бір жұмыс бастайтын болады. 4-еуі $25,000 шығару керек болады. Сөйтеді, 3-еуі келеді, 4-ісі келмей қалады. Сол кезде ішінен бірі айтады: жігіттер, мен бір ұсынысым бар дейді. Тағы бір партнер бар, ол керемет. Егер партнер қосып алатын болсақ, ол керемет болады дейді. Қалай дейді? Кім дейді? Бірақ оның ақшасын біз шығарамыз дейді. Кімді 4-ші адам қосамыз деген кезде Алла Тағаланы қосамыз дейді. Бұның пайданың 4-тен 1-ін Құдай жолына не беріп отырамыз дейді? Садақа етіп беріп отыратын боламыз дейді. Біздің тапқан табысымыз 4-те 1 дейді. 3 жігіт келсек, бисмилля деп бастайды. Әлгі 4-ші адамды партнер қылып Алла Тағаланы қосқаннан кейін ол кәсіптерінде бұл айтқан кезде, ол қазіргі тілмен айтқан кезде ИП болып басталады. Одан кейін ол үлкен тоға айналады, одан кейін холдингке айналады деген сияқты. Олар дамып өскен сайын не істейді? Алла жолындағы несін беріп отырады. Сол 3 достың біреуі айтады: мен бір себептермен сіздерден айырылатын болдым дейді. Ол өзіне тиесілі мал дүниені алады да кетеді. Сол кезде не істейді? Ол жерде 2 болып қалады. Сөйтеді, әлгі жігіт 2 айтады: Алланың хақысын, долесын көбейтейік дейді. 25% еді, соны 30%-ға көбейтеді. Сөйтіп біраз жұмыс жасағаннан кейін ол не істейді? Әлгі 2 достың біреуі айтады: мен де бір себептермен айырылатын болды дейді. Әлгі бір адам тек қана Құдаймен бірге бір қалып қояды.
сол кезде сразу ол 50-50 отырып алады. Түскен мал дүниені Алла жолында таратып отырамын деп. Сөйтеді келеді да, ол не істейді? 60%-ға көтереді, 70%, 80%, 90%, соңында 100%-ға көтеріледі. 100%-ға Құдай жолына түскен мал дүниенің бәрін Алла жолына таратып отыратын болады. Соңында не істейді? Алла Тағала соншалықты берекет қылып, берекелі бір мекеме қылып қойды дейді. Ол тіптен сол Мысыр еліне қарыз беретін жағдайға жетті дейді. Себебі неге? Бұл 25%-бен басталған 100%-ға шықты. Оның бәрі Құдай жолында не істеді? Садақа етіп таратылып отырды. Сол жүйені салып кеткен, мысалы 70 пен 80 жылдардың аралығында болған оқиға дейді. Бұл егер Құдай жолына біз бір кәсібіміздің бір 10%-ын, 5%-ын деген әртүрлі жағдайға байланысты Алла жолында атап қойсақ, ол бұл айтқан кезде бір жағынан сауап тоқтамай, екінші жағынан не? Береке болады. Бір жағынан ол не? Бұл айтқан кезде ертең сол кәсіпті балаң мұрағатқа тастап кеткен жағдайда да, балам мына жерде Құдайдың долесі бар, 10%, соны ұмытпа деткізіп. Мұрағатқа тастап кетесің, ол ары қарай жалғастыра беретін болады. Сол себептен ертең ол мысалы ретінде көп заттарды алып келсек болады. Мынау Мимар Синан деген кісі болған ғой. Мысалы сол Шам елінде деп келеді, мысалы Алла жолында осы уақытқа дейін тапқан мал дүниеммен не істеймін дейді. Мешіт соғамын дейді. Мен мешіт соғам, ешкімді араластырмаймын дейді ғой. Бұның сауабын айтайын деп тұрғаным ғой. Бұл жердегі ең бастысы ниетті. Ешкімді араластырмайсың, ешкімден көк алмайсың. Мен өзімнің жинаған тергеніммен, мал дүниеммен осы мешіт соғам. Жақсы дейді. Сөйтіп соғылып жатқан кезде бір кемпір келеді. Қиссада әртүрлі келеді. Бір кірпіш алып келеді, немесе бір кесе сүт алып келіп, не істейді? Балам, мынаны қоя қойсаң деп келеді, мысалы. Немесе алып келген бір мына кірпішті қоя қойсын деген кезде біздің басшылығымыз қабыл етпеуді талап етіп деген кезде әлгі кемпір айтады: менің балам жасты екенсің, мен Құдай үшін әкеліп тұрмын бұны. Басшың да білмейді ғой, Құдай үшін қоя қойшы деп бір кірпішті қой деп жүреді. Ертесі күні келіп сұрайды ғой, кім көмек алған деп келеді. Ешкім үндемейді. Басы кетіп қалайын деп тұр. Мен ұрсайын деп тұрған жоқпын. Мына заттың иесін білгім кеп тұр дейді. Мен түсімде енді Алла жолында, анау хадисте келеді, Алла жолында кім жер бетіне мешіт соғатын болса, ертең қияметте жәннатта қасыр соғып береді Алла Тағала деді. Мен жәннаттағы қасырымды көрдім, соның қасында тағы бір қасыр тұр еді. Соның иесін білгім келеді деген кезде әлгі көмек алған жұмысшы айтады ғой: басшым, патшам, мынаны бір кемпір алып келіп беріп еді, осындай кемпір. Соның несі еді деген кезде болды. Жеткілікті дейді. Иесін білдім дейді. Себебі сауабы деген кездегі мысалы Алла ризалығы үшін шын ниетпен бір кірпіш қойып жатыр, анау бүткіл мал дүниесімен салып жатыр да. Себебі неге? Және садақаның төресі деп келдік қой. Алла жолында берілгеннен кейін анау мал дүниесін шашты, анау бір қана кірпіш қойды, не болып тұр, ол да бірдей сауап болып тұрды. Сол себептен бұндай мүмкіндіктерді қалдырып қоймауымыз керек иншалла. Яғни былайынша айтқан кезде ақыреттік инвестиция ғой. Ақыреттік инвестиция, бір жағынан ақыреттік инвестиция болса, екінші жағынан біздің өмірдегі мал дүниемізден, ақшамыздан ештеңе кеммейді. Керісінше Алла оның берекесін асырып жібереді екен. Міне осы орайда жаңа айтып кеткеніңіздей, ұстаз, ең алғашқы уақыфты бастаған Омар радиаллаху анху дедік. Міне осы оқиғадан кейін бір есіме түсіп тұрғаны, бір сахабаның айтқаны бар. Осы оқиғадан кейін сахабалардың барлығы уақыф жасауға кірісіп кетті дейді. Тіпті бір сахабаның айтқаны бар: ешқандай уақыф бермеген адам алмады дейді сол кезде. Барлығы белгілі бір өзінің шамасындағы дүниені Алла жолында уақыф қылып отырды дейді. Бұл міне ислам тарихынан бізге дейінгі жеткен мәліметтер осындай екен. Сауабы яғни ең үлкен амалдардан екен. Бұл келесі сұрағымыз осы уақыфтың сауабына тоқталып өттік, ұстаз. Енді оның пайдасы қандай? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткендей, сендердің жақсыларың ол қоғамға, айналаларыңа пайдалы болғандарың дегендей. Енді осы уақыфтың қандай пайдасы бар?
өзімізге, қоғамға деген секілді. Енді ең әуелі уақыт берушіге пайдасы ол үлкен сауапты іс. Екіншісі қоғамға беретін пайдасы. Бір мысал есіме түсіп отыр. Кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында Мәдина қаласында ол кезде яһудилер өте бай дәулетті тұрды. Кейбір яһудилерге тіпті мұсылмандар жалданып жұмыс істеді. Сондай бір кісілердің бірі Рума деген құдықты егесі болады яһуди. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына Руманы кім сатып алса жәннат сатып алғанмен деп мысал келтіреді. Сонда Хазіреті Осман сол құдықты сатып алған екен. Яғни ол су ол жерде жаңа яһуди сататын болған адамдарға, қымбат бағаға. Сонда мұқтаж адамдар енді ол суға мұқтаж, бірақ сатып ала алмайды деген секілді. Хазіреті Осман барады жаңа яһудиге, сол келіскен екен. Бірақ ол яһуди толықтай құдықты бермеймін, жарты күн сенікі, жарты күн сенікі болады деп айтқан екен. Сөйтіп соған келісіп, біршама уақыт өткеннен кейін барлық адамдар Хазіреті Османның кезегі келген кезде суды алады екен. Өйткені Хазіреті Осман суды тегін береді, яһуди болса сататын болған. Содан кейін жаңа яһуди амалсыздан бәрібір менің саудам жүріп жатқан жоқ деп түгелімен құдықты бере салған екен Хазіреті Османға. Міне қарап отыратын болсаңыздар, Хазіреті Осман өте бай дәулетті кісі болған ғой. Осы құдықты сатып алу арқылы Алла жолында оны уақып етіп жүрді. Яғни Алла жолында бағыштады. Сол құдықтан қаншама мұсылмандар, сол Мәдина қаласының тұрғындары сол судан пайдаланды. Міне қарап отырсаңыздар, шамасы келетін адам қоғамда осындай пайда тигізсе болады. Құдықты сатып алу арқылы судың мұқтаждығын жойды деген секілді. Сондықтан уақыф ол қоғамдағы көптеген мәселелерді шеше алады негізінде көп жағдайда. Біз енді жаңа айтып өттік, уақыф ол діни уақыттар бар, біздің қазір мешіттеріміз, медреселеріміз. Енді одан бөлек уақыптың басқа да түрлері бар. Мысалға шетелде ол қатты дамып кеткенде ұстазым айтқан секілді, мысалға егістік жерлер бар, қонақ үйлер бар, емханалар бар. Мысалға сол емхана болсын, қонақ үй болсын, содан түскен пайданың барлығы белгілі бір жерге жұмсалады. Уақыт беруші мысалға мына емхананы салып айтады, осы емханадан түскен қаражат осындай елді мекеннің осындай жұмысшыларына айлық ретінде берілу керек деп уақып етіп кетеді. Ол кейін тоқтамай үздіксіз барып отырады. Жаңа емхана жойылып кетпейінше жер бетінен ол тұра береді. Жаңағы уақып берген адам қайтыс болып кетсе де, сол уақыпқа жауапты адам болады өзі. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырады. Уақыпнама деген келісім шарт болады, сода барлығы көрсетіледі. Енді қарап отырсаңыз, бұл қоғамдағы жаңа айтып өткендей көптеген мәселені шеше алады. Халықтың мұң-мұқтаждығын, су тапшылығы болсын, басқа да білімге жұмсалған уақыттар бар. Міне қарап отырсаңыздар, уақыттың осындай бір қоғамға әсер ететін тұстары бар. Бұл енді елімізде алдағы уақытта дамиды деп біз үміт қыламыз. Бізде мынау қазір ұстазымыз айтып кетті, шетелде дамып кеткен деп. Бізге мына совет өкіметіне дейінгі сол уақыт аралықтарында да болғанда, мысалы мынау Маңғыстау жеріндегі мынау жерасты мешіттері бар да. Сол жерде Шопан ата жерасты мешітінің қасында бір мола бар, мазар. Сол мазардың ішінде бір құдық бар да. Оны жұрттар енді әртүрлі келі су деп ішеді, енді әулиенің басындағы су деп ішеді ғой. Барып қараймыз, суын алып кетеді. Бірақ ана жерге бір тақтайша жазып қойған да. Бұны пәленше би кезінде пәленше бір кісілерге бір атар қой, пәленше жылқысын ақысын төлеп уақып еткен. Алып андай ел халыққа игілігіне беріп кеткен деп неғып қойған да, уақып етіп кеткен. Бұл сол сияқты қазіргі кездегі әртүрлі уақыптың ана жолдары бар да. Мысалы қазір трендке деп айтамыз ғой, қазір тілмен айтқан кезде. Мынау қажылыққа барып келгендерге мысалы $800 деп білем. $800 Алла ризалық үшін ақшасын төлейсің. Анау Мәдинадағы бір бау-бақшаға сенің атыңнан құрма талын егеді. Құрма талын егеді. Ол мына адам бейнесі сияқты туылады, ол ажал жеткенде қайтатын сияқты. Ол сол сынып түскенге дейінгі шыққан анандай құрмадан жемісін сол кісінің атынан мұң-мұқтажға таратып отыратын болады. Сол сияқты қазір кезде де біздерде сондай бір неге үлес қосуға әрекет жасауымыз керек. Себебі қазір біз материалист болып қалғанбыз да. Бір зат салған екен, біз оны көріп отыруымыз керек. Немесе оның пайдасын көруіміз керек та, сондай түсінік бар. Ал бірақ шын мәнінде ақыретін ойлаған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой хадисінде, ақылды мұсылман дейді. Ақылды мұсылман бұл дүниеде жақсы өмір сүрген,
және де ақыретіне азығы жинаған адам дейді ғой. Ал тағы бір хадисінде бұл дүние егістік дүниесі, кім не егеді, жемісін ақыретте көреді дейді. Сол сияқты біздер Алла ризалығы үшін, мысалы, мана айтып кеттік қой, бір мешіт, пайғамбар хадисіне келеді, жер бетінде құстың ұясындай кімде-кім мешіт соғатын болса, оған жәннаттан қасыр соғылады дейді. 1000 теңге ғой бұл айтқан кезде. Қазір біздің Маңғыстаудың тілімен айтқан кезде 40 тас 70-80 теңге. 10 алсаң 800 теңге, 1000 теңге болады, бірақ бір құстың ұясының несі шығады. Сол сияқты біздер де Алла ризалығы үшін сондай бір уақыф ететін болсақ мал дүниемізден, бұл айтқан кезде адамдық партнер бар да, сіздер. Адамдық партнер кейде пендешілікпен манағы мысалдағы сияқты бір себептермен шығып кетуі мүмкін. Ал бірақ Құдаймен партнер болған кезде ол ешқашан тастамайды да. Бір жағынан ақыретте оның міндетті түрде сауабын аламыз. Анау кәдімгі есіме түсіп жатыр, мынау Москваның имамы, Мысырда оқып көрген ұстаз аты кім еді? Шамил. Алуйдин ба? Соның бір уағызында, жұма уағызында айтып жатқан бір мәселесі бар да. Ертең қияметте дейді. Пәленше сен тұр, мынау сенің сауабың, мынау сенің сауабың деп сауаптарды бөледі дейді. Бұл не амал жасады деген кезде, бұл кезінде Құдайдың мешітіне мынау егістікті еккен, мынаған үлес қосқан деп не істейді дейді. Сол кезде бұл осы мешіттің жамағатының ішіне кейбір адамдарға сол сауапты бөледі дейді. Сол кезде дейді, имам неге бізге айтпадың деп жағамнан аласыңдар дейді. Сол себептен ағайындар, қазірден Құдай жолына амал дүниелеріңізден сарп етіңіздер. Құдай жолында осындай сауапты амалдар жасаңыздар, Құдай дүниене дейді ғой. Сол сияқты біздер де Құдай жолына мал дүниемізден уақыф ететін болсақ, мына айтқанда уақыф деген ол қор ғой қазіргі кездегі. Қазір әртүрлі қорлар бар. Мұқтажға бар, мысалы қазіргі кездегі харекет қоры бар, немесе қайсы бір атақтылардың бірі. Асаруме мысалы. Бұл да уақыф та, ол қор. Асаруме қоры, ал шариғи тілмен айтқанда уақыф. Сол сияқты біздер де мал дүниемізден уақыф ететін болсақ, иншалла, ол кезде міндетті түрде ертең қияметте сауабын алатын болады иншалла. Сол жаңа айтып кеткеніңіздей, Шопан ата деп айтып кеттіңіз. Яғни бұл уақыт деген нәрсе қазаққа жат емес нәрсе. Қазақ даласында да уақыф еткендер болды. Соған алаш қайраткері Міржақып Дулатұлының бір айтқан өлеңі бар екен. Жағар еді ортада мешіт салсақ, қаза қылмай намазды барып тұрсақ, бір ғалымды фазыл заттан имам сайлап, байларымыз жиналып уақыф қылсақ деп керемет бір өлең жолдарын айтып кеткен екен. Яғни бұл уақыф деген қазаққа да таңсық нәрсе емес. Осы қазақ даласында басқа уақыф қылған қандай бір оқиғалар болды біз елімізде? Мынау ашаршылық кезі болды, әртүрлі билер болды ғой біздерде. Мысалы біздің Алла тағала оларға рахмет етсін, істегендерінен разы болсын. Мысалы әрбір ауылдарда бір билер болды, байлар болды, мал дүниесі көп. Сол кезде олар не істеді? Сол мал дүниесін, және ұстазымыз айтқандай зекетінен не істеді? Мал дүниесінен уақыф етіп отырды. Мұқтаждарды қамтамасыз етіп отырды. Мысалы уақыптың түрлері бар дейді. Ол уақытты негізінде бай адамдар жасаған дейді. Қорды жинаған, мал дүниесін салады. Ол мал дүниесін салған оборотын не істейтін болған? Мұқтаждардың бәрін қамтамасыз етіп отыратын болғанда, қазіргі кезде біздің бұрында бұны аталарымыз жасап кетті. Бұның бәрін жасап кеткен, оны айтқанда уақыф етіп кетті. Қорға салып кетті, сол қормен қазіргі кезде не істеген? Ашаршылықтан аман алып қалған. Дәл сол сияқты қазіргі кезде басқа елдерде, мен де түркі елінде оқығаннан кейін уақыптың түрін көрдік. Құдай уақыфы бар, Махмұд Эфенди уақыфы бар, бірдеңке деген сияқты. Біздер мысалы студент кезімізде Құдай уақытынан, мысалы біздерге студенттерге деп бір айлық жейтін арзақ, жейтін тамағымыз, майынан бастап секерінен бүткіліне дейін бір айға жететін тамақты әкеліп тастайды. Сол жерде қор бар, ол уақыф, Құдай уақыфы дейді. Ол жерге мал дүниелерін жұрттар уже не істеп қойған, уақыф етіп қойған. Алла жолында беріп қойған, олар не істейді? Сол түскен ақшамен мұқтаждарға, студенттерге, Құдай жолында жүргендерге не істеп жатыр? Олар не істеп жатыр? Таратып отыр да. Сол сияқты біздер де осы бұл
бөтен зат емес, ол бұны кезінде аталарымыз жасап кетті. Енді біздер анау Балғынбектің бір әні бар ғой, бұл қазақтың тілі өлген жоқ, тек қана ауырып қалды, қазір емделіп жатыр, қайтадан аяққа тұрады. Сол сияқты бұл уақытымызда сондай болып қалғанда, қазіргі кезде иншалла бір халқымыз дұрыс түсіндіре алсақ халқымызға, Құдай қаласа иншалла бұл уақыт жүйесін бір дамытсақ, ол кезде біздердің кедейлеріміз, кепшіктеріміз, былай айтқан кезде жетімдерін жылатпаған, жесірлерін қаңғытпаған қазақтың халқымыз ғой, ұрпақтарымыз ғой. Сонымен мұң-мұқтаждардың бәрін қамтамасыз етіп отыруға болады иншалла. Алла разы болсын ұстаз. Енді қазақта бір сөз бар ғой, ертең дейтін. Ертең жасаймын, болашақта істеймін, байыған кезде беремін деген сияқты бізді артқа қойып жатқан нәрсе осы секілді. Міне осы тұрғыда айтып кететін нәрсеміз ұстаз, бай емес, жағдайы орта немесе одан төмен болған адамдар жаңағындай қорларға үлес қосуы, ол уақыф болып есептеледі ме? Әлде уақыф болу үшін оның жаңағындай бай болуы деген секілді шарты бар ма? Осыған тоқталып өтсек. Енді уақыфтың неше түрлі түрі бар дедік қой. Мысалға, қарапайым ғана бір нәрсені айтайын. Бір кітап алдыңыз, оны мешітке қойып кеттіңіз. Алланың мүлкіне тастап, міне мешіттің мүлкі ретінде болады. Оны мешітте тұрса, оны ешкім ала алмайды. Мешіт қызметкерлері де алмайды. Ол Алланың мүлкі. Міне қарап, ол кітаптан біреу келіп бір қатар оқып өміріне пайдаланатын болса, рухани азық алатын болса, міне бұл да бір уақыфтың түрі, қарапайым ғана. Енді біз жаңа ұстаз айтқандай ниет деген нәрсе үлкен амалды шаң тозаңдай қылып жібереді. Немесе кішкентай бір көзге көрінбейтін нәрсені таудай қылып жібереді. Яғни сіз көзге көрінбейтін бір нәрсені жасадыңыз, бірақ ниетіңіз Алла үшін болды. Бұл Алланың құзырында үлкен бір ертең тау болып тұрады сіздің алдыңызда. Сол секілді уақыптың жаңағы айтып өткендей тек қана бір ғимарат, жер сияқты нәрселер, енді бұл үлкен уақыптар, үлкен қоғамдық уақыптар, көпке пайдасын тигізетін. Ал енді оның қарапайым түрі бар, жаңағы бір қалам болсын, кітап болсын, бір Алла жолында біреуге берудің өзі, ол да бір уақыптың бір кішік түріне жатады екен да. Кітап сияқты мысалға береді, ол мешітке келіп Құран кітаптар сыйлап жатады. Ол мешіттің мүлкі ретінде тұрады, мешітпен бірге. Ол жерден біреу пайдаланатын болса, оның сауабы жаңа адамға барып тұрады. Мысалға. Содан бұндай да бір түрлері бар. Яғни кез келген қожы болсын, жаңағындай сол үлесін қосса 500 теңге болсын, 1000 теңге болсын. Ол жаңа зекетте ол нисап мөлшеріне жету шарт. Ал уақытта ондай дүние жоқ. Алла разы болсын. Енді жалпы келесі сұрағымыз, сұрақ деген кезде қорытындылайық осыменен, Алла қаласа. Жалпы бүгінгі күннен бастап әр адам қандай уақыт жасай алады? Өзінің шамасы келетін мәселе. Осыған бір мысал ретінде айтып кетсек ұстаз. Қазіргі кезде мынау Қазақстан мұсылман демократиясының қасынан қайырымдылық және уақыт қоры құрылды ғой. Сол жерден мысалы әркім өзінің, және Ержан сөз айтқандай, ол қоғамға пайдасын тигізетін үлкен адам айтқанда ғимараттар әртүрлі жағдайларын беріп жатыр. Мысалы уақытын құттайда үлес қосуға мына қазіргі кезде бір әдемі бір не шығарып қойған. Бір уақыпнама деген тақтайшада, айтқан сертификат сияқты. Ол не? Бұл менің кәсіп орнымнан Құдай жолына, мал дүниемнен 50 000 теңгесі, 100 000 теңгесі, 200 000 теңгесі Құдай жолына нестелінеді, бөлінеді деген сияқты келісім шарт бар. Сол себептен әркім мысалы өзінің табысынан, саудасынан, мысалы кафелер жүйет, мейрамға жүйенесі болатын, сол кезде міндетті түрде оның ХМДБ-ның халал сертификаты болу керек, міндетті түрде. Ал басқа саладағы саудагерлер болсын, басқа да нелер, ол не істейді? Бизнес бар адамдар. Мен мал дүниемнің 3%, 1%, 5% Құдай жолына. Мұны айтқанда, уақыф етіп қоям деп ниет қылса, мысалы оған бір уақыфнама береді, ол жерде көрген адамдар не істейді? Мынау Құдай жолына үлес қосып жүрген адам екен. Құдайдың үміті бар адам екен деген сияқты бір адамға сезім қалдырады. Мен мысалы бір кісінің ғимаратына барған кезде, ол міндетті түрде қазір халал сертификат алғандардың маңдайына жапсырып қойған ғой, мына жер халал екен. Мынаден уайымдамай жесек болады екен деген сияқты. Барыңыз уақыпнамасын көрген кезде, бұл жерде Құдай жолына үлесін қосып жатқан жан екен деген сияқты сенім білдіреді. Сол себептен қазіргі кезде біз айтарымыз,
Құдай жолына мынау Құранда Алла Тағала бір 97-98 жеріне келеді екен. Біз сендерге ризық етіп береміз деп. Ал шайтан бір-ақ жерде кедейлікпен қорқытады дейді. Сол үшін кейде біз Алла ризалығы үшін деп шығарып жатқан кезде шын ниетпен беріп жерсең, Құдайдың беріп жатқан ризық несібесі ол бірге 10 қайтарады, бірге 100, 700 неселеп қайтады. Ол міндетті түрде ол айтқан кезде банкротқа ұшырамайды. Себебі Алла ризалығы үшін адал жұмыс жасаған екен, ол мал дүниесінен Құдай жолына бөліп қойды ма, оған қауіп қатер жоқ та иншалла. Келді ұстазымыз айтып кетті хадисте. Ол садақа бәле жәлеледен, қауіп қатерден сақтап қояды деп тұр. Сондай үлес қосса, ол міндетті түрде ол көркейеді. 1%, мысалы мана айттық қой, 25%, полный 100%-ке өткен сияқты, ол егер шын мәнінде ақиқатын түсінген кезде, ол бүткіл мал дүниесін міндетті түрде Құдай жолына беретін болады иншалла. Алла разы болсын. Олай болса, құрметті көрермендер, осымен уақытымыз да жақындап қалды. Енді қорытындылап айтатын болсақ, бұл өмірде біз қанша дүние жинасақ та, оны тастап кетеміз. Бірақ бір нәрсе бар, ол бізбен бірге қалады. Бізбен бірге барады. Қабірге дейін де, ақыретке дейін де бізге серік болады. Ол садақа, яғни осы уақыф екен. Сіздің отырғызған ағашыңыз, қалдырып кеткен біліміңіз, салған жолыңыз, бұлардың барлығы уақыф. Сіз ұмытсаңыз да, халық ұмытып кетсе де, бірақ оны Алла еш уақытта ұмытпайды. Сол үшін осындай сауапты іске баршаларыңызды шақырамыз. Келген ұстаздарымызға Алла разы болсын сіздерге. Құрметті көрермен, көріскенше аман сау болыңыздар.